Панфиловшылар дивизиясының даңқты офицері Бауыржан Момышұлы кешегені халық қаһарманы атағын жатқан сол кісінің баласы Бақытжан Момышұлының кітабын сол кішкене осылай біз өзіміздің жеке текті қор иелеріне осылай көзі тірі өзі келіп өз қолымен тапсырған жеке текті қор иелеріне біз аса құрмет білдіруіміз керек. Себебі адам өзінің күш қуаты бар кезінде, ақыл есі дұрыс кезінде, алжымаған кезінде, дұрыс қой, оның бәрі заңдылық. Өзі әкеліп өткізсе, сұрақтар болған кезде обработке қандай үлкен көмегі болады. Солай ғой, өңдеген кезде. Сондықтан мен кешеде соны көптеген Сәтті Тоқбақбаев ағамыздан бастап көптеген қоғам қайраткерлері жиналған жерде де айттым, архивтеріңізді өткізіңіздер деп. Біз барлығымыз жүрген жерімізде осылай үгіт насихат айтуымыз керек. Архивтің жеке тектік қорын толықтыруы, еліміздің тарихы, мәдениеті, осы басқа да руханият саласын дамуына еңбек сіңіріп жүрген қайраткерлердің қорлары бізде сақталуы керек қой. Соған бәріміз, біздің осы архивтің қызметкерлерінің барлықтарыңызды шақырамын. Солай барлық жүрген жерімізде насихат айтып жүрейік. Сіз бүгін келгеніңізге үлкен рахмет. Министрдің сәлемін жеткіздім. Ол кісі сіздің жұмысыңыздың бәрін біліп отыр. Россиядан келген хат ол кісіге келген. Сол маған тапсырды. Солай менің сәлемімді жеткіздіңіз деп.